шарасы яки топшыранымыздың ішінде үгірей шығып жатқандар бар ма? Бар. Үгірей шыққандар көп, бетіне бөрткен шыққандар. Ал сол бөрткен мәселесінен не қалмай жатқаны әпекесіндерімізге қарай, іні бауырларымызға қарай орналастырған бағанағы беттегі бөрткенді кетіреді. Үшінші, екі беті қып-қызыл болады, бағанағы анар секілді. Екі бетіндегі қызылын баса алмай жүрген біздің әпекесіндеріміз бар. Онда соларға бетіндегі қызылын кетіреміз. Сол мәселені шешіп береді. Ал төртінші болатын болса, бетімізде кейбір адамдардың терісі өте сезгір. Бірінде өнім жақса болды, сезгірлігі артып кетеді. Бет бірден қызарып шыға келеді. Сондай ғой. Ал бұл өнім сол бетіңіздің астындағы сезгірліктен бастап оңшайды. Ондай болса, біздің ойлап отырған осы бетіміздегі шеше алмай жүрген мәселемізді тек қана осы бет күтімдегі өнімдер арқылы шешуімізге болады. Ал енді бұл біріншісі бетіміздің бағана қарайып тотығу ненің әсерінен болады. Адамның кәртеуі, терісінің кәртеуі мына үш жақтан болады. Бірі жердің тартыс күш әсерінен болады. Екінші болатын болса, бағана бетіміздің коллагендердің азаю әсерінен болады. Үшінші болатын болса, жарық нұрлардың терімізді күйдіру әсерінен болады. Дұрыс па? Ал енді онда